Сәлем достар, бұл құпия каналы сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгін сіздерді Фуркан сүресімен таныстыратын боламын. Фуркан сүресінің қасиеттерін айтатын боламын. Фуркан сүресі ол Құранда 25-ші сүре. Осыдан бұрын Нұр сүресі мен Моминун сүресін салған болатынмын. Егерде көрмеген болсаңыз, видеоны қарап алсаңдар болады. Ұнап жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Ал қазір сіздерді Фуркан сүресінің қасиетімен таныстырамын. Егерде кім Фуркан сүресін 7 рет оқитын болса, тек қана бір кезек 7 рет оқитын болса, онда Алла тағала бұл адамды дұшпандардан қорғайды. Яғни дұшпандарыңыз болса да сізге еш нәрсе жасай алмайды. Және де жамандықтан және жаман жерлерден сақтайды. Жаман жерлерден, жамандықтан, дұшпаннан Алла тағаланың қорғауында боласыз. Сондықтан достар, бұл қиын емес. Фуркан сүресін дәрет алып, таза жерде бетіңізді қыблаға қаратып 7 рет оқысаңыз болғаны. 6 айда 1 рет солай оқып тұрсаңыз жеткілікті, достар. Егерде видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сәттілік, достар.